саяхатшылар, Самарқан қаласына бірге саяхаттағанымызға өте қуаныштымын. Сіздерге Самарқан қаласының тарихы туралы аз ғана ақпарат айтайын. Бастайын ба? Самарқан біздің дәуірімізге дейін 8 ғасырда негізі қаланған көне қалалардың бірі. Ол көне Риммен жасты. Самарқан қаласы Зерапшан өзені аңғарында орналасқан. Самарқанның орталығында Регистан, оңтүстікке қарай Гүрәмір, Ақсарай, Рухабад, оңтүстік-шығысында Ишаратхан мазарлары, Бибі ханым мешіті, Жалаңтөс Баһадүр салдырған Шердар медресесі бар. Біздің заманымыздың 4 ғасырында Марқанд деп аталған. Зороастризмнің көне кітабы Авестада біздің дәуірімізге дейінгі 6 ғасырдағы көне мемлекет Сагдиананың астанасы ретінде белгілі. Темір 1336 жылы 8 сәуірде Шахрисабзда дүниеге келген. 1405 жылы 18 ақпанда қайтыс болған. 1370 жылы Мәуереннахрды басып алып, 1405 жылға дейін 35 жыл билік құрған. 27 мемлекетті қол астына бағындырған әлем жаулаушысы. Моңғолдың түркіленген барлас тайпасынан шыққан Тарағай бектің баласы. Ұлдары Джихангер, Әмір-шейі, Мираншах, Шахрух. Қыздары Ука бегім, Сұлтан Бахт ага, Биги-джан, Саадат сұлтан, Мусалла. Кесенесінде Әмір Темірдің отбасы мүшелері жерленген. Кесенені 1404 жылы Темірдің бастамасымен бас сәулетші Иранның Исфахан қаласынан шыққан Махмуд Исфахани мен тұрғызылған. Темір 1405 жылы Қытайға жорығында қайтыс болған. Немересі Мирзу Ұлықбек отырып кесенені аяқтайды. Кесененің биіктігі 34 метр, ішкі жағынан 24 метрді құрайды. Күмбездегі жазудың мағынасы мәңгілік иесі Алла дегенді білдіреді. Бибі ханым Әмір Темірдің сүйікті жары. Шын есімі Сарай Мүлік ханым. Бибі ханым Шыңғыс ұрпағынан болғандықтан Темір Гураган, яғни ханның күйеу баласы деген атаққа ие болады. Мешіттің салынуына Темірдің Үндістан жорығы себеп болды. Бұл шамамен 1399 жыл болатын. Жорықтан жеңіспен оралады. Мешіт құрылысы 1404 жылы 5 жылда бітеді. Мешіт орнын Темір қалалық базардың жанынан таңдайды. Сөзі тірі патша дегенді білдіреді. Орта Азияға ислам дінін таратушы Мұхаммед пайғамбардың туыс інісі Куссам ибн Аббастың құрметіне салынған болатын. Сөзі құмды жер деген мағынаны білдіреді. 3 құрылыстан тұрады. Шердор, Тиллякари және Ұлықбек медресесі. 1636 жылдары Регистан алаңында салынған Шердор медресесі арыстан деген сөзді білдіреді. Медресе Жалаңтөс Баһадүрдің бұйрығымен салынған. Медресесі де Жалаңтөс Баһадүр тарапынан салдырылған. Тарихи деректерге сәйкес, бұл тарихи ғимарат 1646-1660 жылдары арасында құрылған. Тиллакари сөзі алтынмен кестеленген дегенді білдіреді. Медресені безендіруде таза алтын қолданылғандықтан бұл жұмыс осылай аталған екен. Тиллакари медресесі тек медресе ретінде ғана емес, орталық мешіт ретінде де қолданылған. Медресесі 1417-1420 жылдары темриялықтардың бірі болған сұлтан және ғалым Ұлықбек тарапынан салдырылған. Ұлықбек медресесі 15 ғасырдың ең көрнекті оқу орындарының бірі болып саналған. Медреседе астрономия және математика бойынша білім берілген. Бұл медреседе белгілі ғалым және философ Нұриддин Абдрахман Джами білім алған.